Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда әлі де тренд хит болып жатқан талқаннан жасалынған тары чизкейкін дайындаймыз. Бұл чизкейк өте дәмді, оңай әрі тәтті болып шығады. Және де дайындау әдісін бірге жасаймыз, көріңіздер. Алдымен бізге талқан қажет. Негізгі талқанның жартысын кішкене үгітілген печеньеда қосса болады. Талқан және печенье. Бірақ мен бүгін талқанды ғана жасадым. Бізге қажетті тары, сары май, құмшекер және қайнап тұрған сүт. Осыны тарыны салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және жақсылап тұрып араластырғаннан кейін бетін жауып бұқтырып қоямыз. Қосатын кезде сүзгіден өткізіп қосамыз. Қазіргі таңда хит болып жатқан тары чизкейкіміз. Енді алдымен тарымызды жасамас бұрын ерітілген сары майға құмшекерімізді қосамыз. Құмшекерімізді жақсылап араластырып, осы дайын болған ерітілген сары майымызды талқанға қоса отырып, қолмен немесе қасықпен өздеріңізге қалай ыңғайлы жақсылап тұрып араластырамыз. Міне, біздің массамыз дайын, көріп тұрғандарыңызда. Енді осы талқанымызды орналастыру үшін кольцомызды дайындаймыз. Кольцомызды осылай жақсылап тұрып орналастырып аламыз. Дайын болған кольцомыздың ішіне жаңағы өзіміздің дайындаған тарыдан жасалынған массамызды дайындаймыз. Және бұны қолмен немесе күрекшемен, силиконмен істесек болады. Және ең соңында дайын болған талқанымызды осылай стаканның көмегімен шеттерін жақсылап тұрып нығыздап басамыз. Жақсылап тұрып нығыздап басып, міне көріп тұрғандарыңыздай талқанымыз дайын болды. Енді осыған қажетті массамызды дайындаймыз. Бізде творожный сыр, сливки, құмшекер 2 жұмыртқа және сүзгіден өткізілген тары. Құмшекермен жақсылап араластырамыз. Және 2 жұмыртқамызды саламыз. Осыдан кейін жақсылап араластырып болғаннан кейін сливкемізді саламыз. Ең соңында жақсы араластырып болғаннан кейін тарымызды саламыз. Айта кететін бір жайт, бұл печкада 100 градуста 1,5 сағат піседі. Және пісіп болғаннан кейін оны сразу кесуге болмайды. Естеріңізде сақтаңыздар, печкада 100 градуста 1,5 сағат піседі. Ең соңында тарыны саламыз. Міне біздің талқаннан жасалынған тары чизкейкіміз дайын. Өте дәмді, өте тез әрі оңай болып шығады. Және суығаннан кейін 3-4 сағаттан кейін кесеміз. Және де көріп тұрғандарыңыздай массамыз өте әдемі шыққан, ортасы жақсы піскен. Ұнап жатса менің видеом лайк, комментариян басып өтіңіздер.